Қайырлы күн, сіздермен номер 326 есепті бірге шығаратын боламыз. Бірінші есеп 5-тен 1 минус 6-тан 1. Ортақ бөлім 5 пен 6-ға ең кіші ортақ еселік қанша? Әрине бұл 30. Сонда тоқтауыш көбейткіш 6, мұнда 5-тен беретін боламын. Демек, 6-ға 5-ті көбейтсек 30, алымын көбейтем, 6-ны 1-ге көбейтсем 6, минус 5-ті 1-ге көбейтсем 5. Сонда жауабы 30 сақталады, 6-тан 5-ті азайтсақ 1 болады. Екінші, 4-тен 3 азайтылған 3-тен 1. 4 пен 3-тің ең кіші ортақ еселігі. Яғни екеуі де қандай санға ең кішкентайын табу керек? Қандай санға бөлінеді? Ол 12-ге. Сонда мұнда 3-тен берем, мұнда 4-тен берем. 9 минус 4 болады. Мұнда 12. 9-дан 4-ті азайтатын болсақ 5, мұна 12 сақталады. Келесі есеп бізде ол үшіншісі. 9-дан 7 азайтылған 11-ден 2. Ең оңай 99 деп алсақ болады. Мұнда сонда 11-ден беремін, мұнда 9-дан беремін. Сонда 77 азайтылған 18 болады, мұнда 99 болады. 9 азайтқан кезде бірліктерін 60 қалады, 60-дан 10 азайтатын болсақ 50 болады. И 99 сақталатын болады. Келесі, төртіншісі, 4-тен 3 минус 9-дан 4. Ортақ бөлім 36, мұнда 9-дан берсем, мұнда 4-тен берем. Сонда, көрінбей қалма, мұнда 27, алымына көбейтем, 16, мұна 36 бірден жазылатын болады. 7-тен 6-ны азайтсақ бірліктері 1, 2-ден 1, 1. Сонда 36-дан 11 деген жауап шығады. Келесі 5-ші есеп 8-ден 7 азайтылған 12-ден 5. Енді бізде 12 ортақ бөлімін табу керек. 24-ті алсақ болады. Үлкенін көбейтіп көріңіз. Үлкен сан менде 12. 12-ні 1-ге көбейтсем 12 8-ге бөлінбейді. 12-ні 2-ге көбейтем. 24 8-ге бөлінеді. Демек бізде ортақ бөлім 24-ге келеді деген сөз. 24 болу үшін 12-ні неше көбейткенде 24 болады. Жаңа айтқандай 2. 24-ті 8-ге бөлетін болсам, ол менде 3. Сонда мұнда 21 минус 5-ге көбейтсем 10. 21-ден 10-ды азайтатын болсам 11 болады, бөлімі 24 сақталады. Келесі соңғысы 12-ден 11 азайтылған 18-ден 11. 18 12-ге бөлінбейді, онда осы үлкен санын бөліміндегі келесі натурал санға көбейтіп көреміз. Одан кейінгі сан 2. 18 2-ге көбейтсе 36, 12-ге бөлінеді. Демек, мұна 2-ден берем. Сонда менде 36 болады. 36 12-ге бөлетін болсам 3-тен деді. Осында жазып қоям. Оңай жолы осылай болса, шығаруға тез болады. 11 болса 32 22. Сонда жауабы 11 алымы, бөлімі 36. Осылай қалатын болады. Келесі 427-ші есепті шығарамыз. Бірінші есеп, мұнда қосынды екен. Біріншісі 12-ден 7 қосу 20-дан 7. Бөлімдер әртүрлі. Қандай сан келетінін анықтайық. 20-ны көбейтіп көреміз. 22-ге көбейтсек 40, ол бөлінбейді. 3-ге көбейтсек 60, 12-ге бөлінеді. Сонда мұнда 3-тен берем 60. Сонда 60 12-ге бөлетін болсам 5-тен деді. Сонда 35 қосылған 21 болады. 35-ке 21-ді қоссақ 56. Бөлімі 60. Екінші есеп.
8-ден 3 қосылған 18-ден 1. 18 8-ге бөлінбейді. 18-ді 2-ге көбейтеміз. 36 8-ге бөлінбейді, е? Онда 18-ді 3-ге көбейтесіз. Бөлінгенше біз ойша көбейтіп көруіміз керек. 24, 54. 54 8-ге бөлінбейтін білеміз. Келесі ендеше бөлінбеді, онда 4-ге көбейтеміз. 18 4-ге көбейтсек, ол бізде 72 болады. Демек, 72 8-ге бөлінеді. Сонда мұнда 4-тен берем, мұнда 9-дан берем. Ортақ бөлім 72 болады. 9 үшін 27, қосылған 4. Сонда 31 болады, мұнда 72. Осылай қалады. Келесі үшінші есеп 12-ден 11, қосылған 14-ден 11. Бұл жерде 14-ті үлкен санды көбейткішке, яғни натурал санға көбейтіп көреміз. 14-ті 1-ге көбейтеміз, 14 бөлінбейді, білеміз. 14-ті 2-ге көбейтеміз. 2-ге көбейткенде 28 болады, ол да 12-ге бөлінбейді. Дәл солай көбейтіп көрсек болады, немесе ортақ көбейткішке, жай көбейткішке жүктеуге болады. Мына жерде мен бірден жауабын айтайын. Өзім оймен көбейттім натурал санға. Мұнда 4-тен берсек бола ма? 4, 16, 56. 56 болмайды, е? Дәл солай ойланып көреміз. Келесі 4, 5. 5-ге болса болмайтыны көрініп отыр. Демек 6-ға болады. 72, 6. 72 12-ге бөлінеді. 6. 72-ні 12-ге бөлетін болсақ, 84-те, кешірім сұраймын, 72. 84-ті 12-ге бөлетін болсақ, ол бізде 7-тен шығады. Демек, бізде ортақ көбейткіш мұнда 7 болады, тоқтауыш көбейткіш. Сонда, мұнда 84, 77, қосылған 66 болады. Мұнда 84, 6-ға 7-ні қосатын болсақ, 13, бір ойда 130, ойдағымен 140 болады. Бұрыс бөлшек болды. Бұны біз аралас санға айналдыруымыз керек. Келесі есеп, 4-ші есеп, 15-ден 2, қосылған 12-ден 7. 15 бөлінбейді, 2-ге көбейтсек 30, ол да 3 45, бөлінбейді, 4 60, бөлінеді 12. Сонда мұнда 4, мұнда 6-тан болады, 60 болу үшін. 5-тен болады, 60 болу үшін. Сонда 60, 8 қосу 35 болады. Бірліктерін қосып аламыз. 8-ге 5-ті қосамыз да, 13, бір ойда 4 43 болады. Мұнда 60 болады. Келесі 5-ші есеп, 14-тен 9 азайтылған 12-ден 5. Жаңа 14 12-де 84 болған, есеп бірден сақтап қаламыз, е? Егер шығарған есеп болса, 84, сонда мұнда 6-тан берем, мұнда 7-тен берем, 84 болу үшін. 6, 9, 54, азайтылған 35. 4-тен 5, 9 болады. 4, 4-тен 3-ті азайтсақ, 1, 84-тен 19 болады. Келесі есеп, 6-ші есеп, соңғысы, 75-тен 19, қосылған 50-ден 70. 7. 75-ті 2-ге көбейтсек 150, бірден көрініп тұр. Сонда мұна жерден 3-тен берем. 150 ортақ бөлім болады.
18, 20, 38 қосылған 21 болады. Сонда 9, 5, мынау 150 болады.